Қайырлы күн 8 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын алғашқы сабағымыздың тақырыбы 20 ғасырдың басында әлем бейнесі қандай болды деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге 20 ғасыр басындағы әлем елдеріндегі даму мен жаңғырту қалайша жүзеге асырылғанына талдау жасаймыз және империялар мен отар елдер арасындағы қарым-қатынастарды сараптайтын боламыз. 1918 жылы неміс философы Освальд Шпенглер Еуропаның құрдымға кетуі атты кітап жазды. Шығармада еуропалық өркениет жақын арада құлдырайды деп мәлімдеді. Ол кезде мұндай пікір көптеген оқырмандар үшін сенімсіз көрінді. Сондықтан бұл кітап нағыз сенсацияға айналды. Еуропада өнеркәсіп қарқынды дамып жатты. Бұл еуропалық мемлекеттердің әлемдегі ауыл шаруашылығы басым аймақтарды жаулап алуына мүмкіндік берді. 20 ғасырдың басында еуропалық мемлекеттер жер шарының 84% аумағын бақылауында ұстады. Ал 19 ғасырдың басында бұл көрсеткіш бар болғаны 35% болатын. Дәл осы өзгерістер 20 ғасырдың басында еуропалық елдердің арасында қарама-қайшылықтардың ушығуына себеп болды. 19 ғасырда әлемде индустриялық даму жалғасты. Зауыттар мен фабрикалар салынды, темір жолдар тартылды, халық саны артты. 20 ғасырдың басында әлемде екінші өнеркәсіптік революция орын алды. Машина жасау, электр энергетикасы мен мұнай, химия өнеркәсібі дамыды. Осы кезеңде телефон, телеграф, кинематография, радио, автомобильдер мен ұшақтар пайда болды. Қол еңбегі механикаландырылып, өнеркәсіп үдемелі қарқынмен дами бастады. Маңызды өзгерістердің бірі конвейерлік өндірістің енгізілуі болды. Мұндай өндірісте жұмысшылар тек бір операцияны ғана орындайтын, ал бөлшектерді жылжыту автоматты түрде конвейер лентасы арқылы жүзеге асты. Конвейердің алғашқы үлгілері Еуропада 19 ғасырда қолданылған. Алайда оны жаппай өндіріске Америка құрама штаттары 20 ғасырдың басында енгізе бастады. Осы уақытта бірыңғай өндіріс стандарттары пайда болды. Бұл алдымен Ұлыбританияда, кейін бүкіл әлемде жүзеге асырылды. Ол өндірілетін тауарлардың үйлесімділігін, қауіпсіздігін және сапасын арттыруға мүмкіндік берді. Мұндай өзгерістер алдыңғы қатарлы индустриалды дамыған мемлекеттерде, яғни Ұлыбританиядан, Франциядан, ақш пен Германиядан бастау алды. Басқа елдер де осындай даму деңгейіне жетуге ұмтылып, өз экономикасын жаңғыртты. Экономиканы жаңғырту кезінде ең заманауи технологиялар енгізіліп, өнеркәсіп жедел дамыды. Мұндай үдемелі жаңғырту Жапонияда, Ресейде, Австро-Венгрияда, Швецияда жүргізілді. Экономиканы жаңғырту кейбір мемлекеттерге халықаралық аренада жоғары мәртебеге ие болуға мүмкіндік берді. Алайда бұл өзгерістер Азия мен Африканың көптеген елдеріне әсер еткен жоқ. Өйткені олар отарлық тәуелділікте болды. Метрополия үшін шикізат көзіне айналған бұл елдер экономикалық даму жағынан еуропалық мемлекеттерден едәуір артта қалды. Еуропа мен ақш-тағы жаппай өндіріс ішкі ұлттық нарықты тауарларға толтырды. Нәтижесінде тауарларға сұраныс төмендеді. Еуропалық елдердің көпшілігі бұл мәселені кәрі құрлықтан тыс жерлерден шешуге тырысты. Егер 19 ғасырға дейін халықаралық саудада еуропалықтар дәмдеуіштер, жібек, шай мен фарфорға қызықса, 20 ғасырдың басында өнеркәсіптің дамуы империяларды жаңа шикізат көздері мен өткізу нарықтарын іздеуге мәжбүр етті. Қоғамда да түбегейлі өзгерістер орын алды. 19 ғасырдың басында жер шарындағы халық саны 1 миллиард болса, 1927 жылы бұл сан 2 еселенді. 1914 жылы Еуропада халқы 1,5 миллионнан асатын 29 қала болды. Жалақы үшін жұмыс істейтіндер Еуропа елдеріндегі еңбекке қабілетті халықтың шамамен 60-80%-ын құрады. Жұмысшылардың тұрмыс жағдайы өте ауыр болды. Жұмысшылар кейде өмір бойы лашықтарда өмір сүретін. Өндіріс орындарында балалар еңбегі кеңінен қолданылды. Жұмысшы табының наразылығы жаңа саяси партиялардың, социалистер мен коммунистердің белсенділігін күшейтті. Олар халықты капитализмді жоюға және қоғамда әлеуметтік теңдік орнатуға шақырды. Әртүрлі елдердің үкіметтері бұл талаптарға әрқалай жауап берді. Кейбір мемлекеттерде социалистердің қысымымен елеулі реформалар жүргізілді.
Мысалы, Германияда жұмыс барысында ауырып қалуына байланысты сақтандыру және зейнетақы жүйесі енгізілді. Жұмыс күні қысқартылды. Алайда көптеген елдерде жұмысшылар қозғалысы қатал шаралармен басып жаншылды. 20 ғасырдың басында Еуропаның бірқатар елдерінде демократиялық басқару нысаны қалыптасты. Ұлыбританияда парламенттік монархия түпкілікті орнады. Мұнда нақты билік парламент пен премьер-министрдің қолында шоғырланды, ал король тек формальды билік иесі болды. 1871 жылдан бастап қайтадан республикаға айналған Франция халқы кең азаматтық құқықтарды иеленді. 19 ғасырдың басында қабылданған Наполеон кодексі 20 ғасырда да өз күшінде қалды. Саяси жағдай Австро-Венгрия мен Германияда да өзгерді. Бұрын бұл елдерде императорлар шексіз билікке ие болса, 20 ғасырдың басында енді парламент пен конституция жұмыс істей бастады. Ресей мен Осман империясында монархтар әлі де болса шексіз билікке ие еді. Алайда бұл елдерде де қолданыстағы жүйеге қарсы шыққан қарсыластар пайда болып күшейе түсті. Тапсырма. Тыңдалған ақпаратты қорытып, екі топқа бөлініп, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші топ 20 ғасырдың басында әлемде қандай өзгерістер болғанына мысалдар келтіреді. Екінші топ мұндай өзгерістер әлемде 20 ғасырға дейін болғанын көрсетеді. Жиырмасыншы ғасырдың басында әлемнің аумақтық құрылымында айтарлықтай өзгерістер орын алды. Испания мен Португалия ұзақ уақыт бойы ең ірі метрополиялар санатында болды. Алайда 19 ғасырда олар Латын Америкасындағы отарларын жоғалтты. Осыдан кейін еуропалық державалар назарын Африка құрлығына аударды. 1884 жылы өткен Берлин конференциясында еуропалық империялар Африкадағы ықпал ету аймақтарын бөлісіп алды. Бұл бөліске Ұлыбритания, Франция, Бельгия, Германия, Италия, Испания және Португалия қатысты. Империалистік экспансияның жаңа кезеңі басталды. 20 ғасырдың басына қарай Африкада тек екі тәуелсіз мемлекет Эфиопия мен Либерия ғана қалды. Енді еуропалық державалардың мүдделері қақтығыса бастады. 1905 жылы Германия Мароккоға қатысты Францияның құқығын мойындаудан бас тартты. 1911-1912 жылдардағы соғыста Италия Осман империясынан Ливияны тартып алды. Отарлау үдерісі Азияда да жалғасты. Ұлыбритания, Франция мен Голландия Үндістан мен оңтүстік шығыс Азия елдерін толықтай жаулап алды. Азияда Ресей, Германия және ақш-та өз ықпалын кеңейтіп жатты. Алайда Азия өңірінде бір ғана ел Жапония сәтті жаңғырту жүргізе алды. Өнеркәсіптік төңкеріс Жапонияға саяси жүйені, экономиканы, армияны, флотты және білім беру жүйесін Еуропа елдері мен ақш үлгісі бойынша реформалауға мүмкіндік берді. 1895 жылы Қытайды жеңгеннен кейін Жапония Ұлыбританиямен одақ құрды. Ол сондай-ақ 1905 жылы Ресейді жеңді. Бұл орта ғасырлардан бері алғаш рет азиялық мемлекеттің еуропалық державаға қарсы қол жеткізген жеңісі болды. Алайда Еуропаның өзінде де тұрақты бейбіт өмір болмады. Франция мен Ұлыбритания ұзақ уақыт бойы Еуропада үстемдік етті, яғни басқа мемлекеттерге билігін жүргізді. Алайда 1870-1871 жылдардағы Франция мен Пруссиямен соғыста Франция жеңіліске ұшырады. Осы жеңістен кейін Германия біржолата бірігіп Еуропадағы жетекші рөлге ұмтылды. Франция өз жеңілісі үшін кек қайтаруға тырысты. Ол франк-пруссиялық соғыста жоғалтқан табиғи ресурстарға бай Эльзас пен Лотарингия провинцияларын қайтаруға ұмтылды. Ұлыбританияның да халықаралық аренадағы позициясы әлсіреді. 20 ғасырдың басына дейін Ұлыбритания ұзақ мерзімді халықаралық одақтарға қосылмауға тырысты. Бірақ 20 ғасырдың басына қарай ол өзінің сыртқы саясатын қайта қарауға мәжбүр болды. Біріккен Германияның құрылуы батыс Еуропадағы күштер тепе-теңдігін мәңгілікке өзгертті. Шығыс Еуропада да жағдай күрделеді. Австрияның Габсбургтер әулеті ұзақ уақыт бойы Еуропадағы ең қуатты мемлекеттердің бірін басқарды. Бірақ 20 ғасырдың басына қарай Австро-Венгрияда да ұлт-азаттық қозғалыстар күшейе түсті. Осындай мәселелерді Осман империясы да бастан кешіріп жатты.
19 ғасырда сұлтан Абдул Меджид бірқатар реформалар жүргізуге тырысты. Алайда бұл халық наразылығын бәсеңдеткен жоқ. Балқан түбегінің халықтары сұлтан билігінен азат болуға ұмтылды. Осман империясының күйреуі жақындап қалғаны айқын байқалды. Жапониямен болған соғыстағы жеңілісінен кейін Ресей халықаралық аренадағы орнын қалпына келтіруге тырысты. Және бұл үшін Осман империясының әлсіреуін пайдаланғысы келді. Ресей сондай-ақ Балқан түбегіндегі славян халықтарының азаттық жолындағы күресін қолдауды жалғастырды. Австро-Венгрия, Ресей мен Осман империялары үшеуі де Балқан түбегіндегі өз ықпал аймағы ретінде қарастырды. Тапсырма. Тыңдалған ақпаратты қорытып, 20 ғасырдың басында халықаралық қатынастар мен әлемнің аумақтық құрылымында болған 3 түйінді өзгерісті 3 топқа бөлініп анықтап беріңіздер. Тапсырма. Алған білімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауапты белгілеңіздер. Үйге тапсырма. Даму мен жаңғырту, империялар мен отарлар тақырыпшалары бойынша тыңдалған ақпараттарды қорытып, келесі сұрақтарға жазбаша жауап беріңіздер. Бірінші, экономикалық даму, ішкі саясат, халықаралық қатынастар салаларында болған түйінді өзгерістерді атаңыздар. Екінші, осы өзгерістердің қайсысы маңызды деп ойлайсыздар? Үшінші, аталған өзгерістердің бір-біріне ықпалы болды ма?